Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айнұр, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін осындай керемет нәзік әрі жұмсақ болып шығатын печеньенің рецептісін ұсынғым келіп отыр. Бұл печеньенің құрамына бал қосылады, сондықтан балды печенье деп аталады. Өте жұмсақ әрі керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Біз ол үшін ең алдымен бал дайындаймыз. Яғни балды дайындау үшін ең алдымен ыдысқа сары май саламыз және оның үстіне қант саламыз. Және оның үстіне 2 ас қасық бал саламыз. Біз бұл балды, сары майды барлығын жай отта ерітіп аламыз. Толықтай еріген соң барып, біз ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Міне менде толықтай еріді. Енді мен бұның үстіне жарты қасық ас содасын салдым. Менде сондай масса шықты. Енді бұл көрдіңіздер ме, мен суытып әбден суып болды. Менде осындай балды масса шықты. Енді біз бөлек ыдысқа 2 жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқамызды саламыз. Оны венчиктің көмегімен шайқаймыз. Бұл жұмыртқаға ештеңе салудың қажеті жоқ, сондықтан өзін ғана шайқайтын боламыз. Шайқап болдым. Енді оның үстіне біз жаңағы балды массаны құямыз. Құямызда жақсылап венчикпен араластырамыз. Осылай әбден жақсылап көпіргенше араластыру қажет. Енді біз оның үстіне құрғақ ингредиенттерді саламыз. Ұн мен какаоны осылай електен өткізіп барып салуымыз қажет. Міне біздің қамырымыз дайын, осындай жұмсақ болып шығады. Енді қолымызға күнбағыс майын жағып, дөңгелек шариктер жасаймыз да противенге саламыз. Міне осындай дөңгелек шариктер жасаймыз. Егер өз қалауыңызша басқа да печеньенің формаларын жасауға болады. Ал мен бүгін осылай дөңгелек қып жасадым. Осылай барлығына салып шығамыз. 170-180 градуста шамамен 10-12 минуттай пісіріп аламыз. Менде шамамен 12 минуттай пісті. Барлық жері толықтай пісті. Өте жұмсақ болып шықты. Енді біз оны тарелкаға салып, дастарханға ұсынуға болады. Немесе бетіне қант ұнтағын сепсеңіздер де болады. Барлығы өз қалауыңызша. Әрбір ас үй ханшайымның қолынан келетін ең оңай рецептің бірі болып табылады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар.